Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Райхан. Бүгін барлығымыз білетін 5 минуттық таңғы асты дайындайтын боламыз. Ал бисмилля, бастайық. Бізге ол үшін сүзбе, ұн, қант, жұмыртқа керек. Бірінші 250 грамм сүзбеге 2 ас қасық қант қосамыз. Одан кейін бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Келесі 2 ас қасық ұн қостым. Жақсылап араластырамыз. Осылай езіп аламын, жұп-жұмсақ әдемі болып шығады. Енді қолымыздың көмегімен форма жасаймыз. Осылай дөңгелетіп алып, ұнға шылап алдым. Міне достар, сүзбелеріміз дайын болды. Енді табаға маргарин жағып, астын жай отқа қойып, сүзбелерімізді салып, екі жағын аударып, 3-4 минутта қуырып аламыз. Достар, сүзбеміз дайын болды. Өте ерекше сәнді, дәмі де өте дәмді, ерекше болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Көп уақыт кетпейді, 5-10 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Ас болсын.